Алла қаласа келесі жыл шақырым бәйге түседі. Ол жағы жоғарыға болды ғой. Тыңдаңдар. Көрдіңдер ма? Сол бәйгеге дайындалып жатқан аттар мына осында. Ертең келесі жыл осы Ақтөбенің намысын қорғайтын аттар бұйырса. Ертең шақырым бәйге болады қандырашта. Дагестаннан келіп тұрған карачай аттар ғой мынау. Қаны бұзық аттар кішкене қарағанда бізге таза жабы аттар ғой қазақы. Бұл қазақ емес қаны бұзық. Анда бәйге дайындап отқан екі ат бар, ертең бұйырса неге қосады Алла қаласа. Қандыағашта бәйге болып жатыр, ауыл шаруашылық күніне 100 километрлік. Соған дайындап отыр. Аты кім аты? Хозяйны жоқ. Кеу жүреді қазір. Апай кешегі анау бірінші ненің ұзасын дейсіз? Мына ат тұр ғой, міне қасқат мына жағындағы. Міне мына жағындағы ат кешегі ана 1200 шақырымның бірінші ненің чемпиондары Ақтөбе облысының. Міне апай мына жағында. Кешегі 1000 шақырымның Ақтөбе облысы бойынша осы бірінші орын келді. Білесіздер ғой, Ақтөбе облысы бірінші орын келді кеше бәйгеде. Бірінші группта 1200 шақырымда сол кездегі ат міне. Қараңыздар мына аты. Міне көрдіңіздер ғой, аттар алса отдельно тұрады, өзінің қорасы бар. Бөлек. Иір мынау. Мынау тоқым міне. Мынау таралғы дейді мынау. Чтоб адам құламау үшін үстіне басы отырады осыдан. Көрдіңдер ма? Міне мынау сен жұмсақ отыру үшін көпшігі міне. Міне мынау тартпа мынау. Айналып кетпеу үшін ерді ұстап тұрады осылай. Түсіндіңдер ма? Аттың үстінде мынау чтоб тартылғанда мынау аттан сен құламайсың, мынау тартып қойғаннан кейін болды, ерде отырасыңдар. Түсінікті ма, балдар? Мынау малыш деген ат ертең бұйырсақ, қандашқа бәйге шабылады. Қолыңды желқат ұстап қарашы. Қайда қойдыр мына ашын. Басқасына баруға ола ма? Бос тұр абай, керек емес тұтады. Керек емес теуіп қалар, иә? Ертең бұйырса осы ауыл шаруашылық күніне Қандашта бәйге болады 100 километр. Соған шабатын ат осы. Біреуі әне тұрып бәйге қосылатын. Мынау Айбек деген ағамыз осында ат дайындайтын кісі. Өзі бүкіл Қазақстанда ат шаптырған. Президенттің кубогына ат қосады. Сосын сендер шабандоздарың кім? Шабандоздар Ақтөбеден келеді, кішкентай балдар. Сосын осындай балдар, ауылдың балдары шабады. Үлкен кісілер емес, бірдеңдер шабандозға сендер сияқты балдарды дайындайды. Өзінің баласы бар, 8 оқитын, сол шабады атты. Ноқталары, жүгендері, каждый ат. Білесіңдер ма, мынау не екен? Қараңыздар балдайса. Яна сөйтті. Абайға. Ане, қараңдар, жүгенді кел. Жүген көрістейін. Шақпыл шолды. Жақындаман қарам. Бәйге дайын тұрған ат қой, бұйырса. Қайда, кеттік ат. Давай, шында. Дорбасы бар. Жемін береді. Ұстап қарандар еді. Құлай құттай жанымен тұра қойшы. Не, мына дорбаларға шашылмау үшін ғой. Түсіндір ма? Туып шашпайды ат сол кезде жемді. Ұсташы бұлай. Қарай қойын, е? Өзінің дорбасымен жейді осылай. Ішінде тарайды аттар, түсіндір ма? Үстінде қылқан, шөп аунайды ғой, сол себепті мыналармен тазалайды осылай. Көрдің ба? Үстін тазалап, тарап шығады каждый атты. Мен сипадым ана. Өзі болмай тұр, біреуін алып шығып. Мынаны ер салып береміз. Мына ер чтоб адамға удобында, сен ішің нең ауырмау үшін, арқасы алып тастамау үшін.